Құрметті достар, қарап отырған шығар бір сіздерге. Ойымды айтайын, өзім нені ұстанатынымды. Мына көп адамдар жерді деген жаңағы шар дейді. Бізге мектепте шар деп оқытты ғой. Мен сол мектептен бастап келіскен жоқпын сол шар екеніне. Әлі де келіспеймін. Мен өзім жерді осылай тегіс деп сенемін. Осындай тегіс. Мына тарелка сияқты. Мына шеті мұз, шеті, ортасы жер, үсті аспан. Күн бізге оқытқанда жер күнде айналмайды. Күн жерде айналады, бүйтіп спиралевидный. Бүйткен кезде қыс болады, бүйтіп түскен кезде жаз болады. Ай қасындағы серігі. Айда күнде жерде айналады. Біз бәріміз тікемізден осылай жүреміз адам ұқсап. Ал енді оған келіспегендерің, шарға келіскендерің, онда сіздің басың төмен қарап тұр, біреуің былай қарап тұрсыңдар, біреуің былай қарап тұрсыңдар. Даже мына намазхандар шошып кетуі мүмкін менің сөзімнен. Онда қағбаларың қайда сендердің? Қағбаларын таба алмайсыңдар. Дөңгелек екеніне сенетін болсаңдар. Жердің шар екеніне, мындай домалақ екеніне сенетін болсаңдар, қағбаларын таба алмайсың, қағба бір жерде тұрмайды онда. Жалпы бұл кісінің айтқысы келгені, егер жер домалақ болса, біреуінің басың бері қарап тұр, біреуінің басың бері қарап тұр, яғни құлап кетуі мүмкін деп айтып жатыр. Және де қағбаның қайда орналасқанын таппай қаласыңдар дейді, өйткені үнемі айналып жатыр дейді ғой. Бұл жерде жалпы бүкіл әлемдік тартылыс заңына сәйкес жер домалақ болса да, атмосфера менен жердің бетіндегі осы жалпы екеуінің аралығындағы бүкіл денелер жерге қарай тартылып тұрады. Мұны алғаш рет Исаак Ньютон ашқан, және де осы заңдылыққа сәйкес бүкіл әлемдік тартылыс заңы, яғни гравитацияға сәйкес атмосфера менен жердің бетіндегі бүкіл денелер жерге қарай тартылып тұрады. Және де жер өз өсімен айналғанына байланысты қағба әрқашан өзінің локациясын өзгертпейді. Сол себепті қағбаны таппай қаласың деген бұл қисынсыз әңгіме. Ол бір. Екінші, жеті қарақшы неге үстімізде тұр? Мысалы, жер дөңгелек болса, жеті қарақшының бәрі көрмеу керек. Астындағылар көрмеу керек қой жеті қарақшыны, жұлдыздарды. Осындай қарапайым не? Жеті қарақшыға сәйкес, жеті қарақшы және кіші қарақшы жұлдыздарын тек қана жердің солтүстік бөлігінде, яғни солтүстік полюске жақын елдердің барлығы көреді. Ал оңтүстік полюске жақын елдер, мысалы Австралия сияқты елдер, жеті қарақшы және кіші қарақшы жұлдыздарын көрмейді. Ол жақта мүлдем басқа жұлдыздар бар. Мысалы, оңтүстік крест жұлдыздары деп атайды. Сол себепті, мысалы, жұлдыздардың барлығы жердің әрбір бөлігінде көрінеді деген бұл негізі қисынсыз әңгіме. Осындай қарапайым не? Ал кім незетқа сенеді, комментарға жазасыңдар. Мен өз басым келіспеймін. Сосын мынау космонавтардың да жерді айналды, Гагарин айналды дегеннің бәрі өтірік. Ол мынаның ішінде айналды. Тоқтар Әубәкіров деген біздің герой бар ма, батыр? Ол да өтірік айтады. Мұса Байып, ол да өтірік айтады. Мынаның ішінде айналды болды. Мынада куполдан ешкім шыға алмайды. Купол, мынандай купол үсті. Көп болса 100 километр болар. Ар жағына шыға алмайды. Жеті қабатты аспан дейсіңдер ма, енді протосфера, озоносфера дейсіңдер ма? Ар қарата планеттан шығып кете алмайды. Жер шарынан ешкім шығып кете алмайды. Сол тағы бір дәлелі, мысалға, мынау даже алысқа бармай Каспий теңізін мысалға құрылысшылар жақсы болу керек, строительдер. Мына водяной уровень деген нәрсе бар. Мындай жаңағы текстікті қарап тұрады. Бүткіл ескі зданиялардың бәрі, ескі архитектурлық нелердің бәрі, ғимараттардың бәрі сол жаңағы водяной уровень салынады. Сол судың беті әр уақытта да тегіс болады, судың беті. Соны мына мысалы Каспий 500 километр ма? 500 километр арифметикалық немен де шықпайды. Егер қисық болатын болса, ол арғы беті көрінбеу керек. Жақсы бинокльдармен арғы беті көрінеді судың тегістің. Енді математикаға салатын болсаң, дөңгелекке келмей қалатында. Жалпы бұл кісінің айтқысы келгені, судың беті тегіс дейді, яғни соған сәйкес Каспийдің екінші беті көрінеді деп отыр. Яғни мұхит пенен Каспийді салыстыру өте дұрыс емес, себебі Каспийдің көлемі мұхиттармен, теңіздермен, үлкен теңіздермен салыстырғанда әлдеқайда кішкентай. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл кісінің айтқысы келгені, егер жер домалақ болса, су ары қарай ағып кетуі, ығысып кетуі мүмкін деген сияқты мысалды келтіріп отыр. Бұл кісіге жалпы күннің көкжиекке батуы, жалпы көкжиек теңізбенен немесе мұхитпенен аяқталатын жерлерге барып,
күннің батуын немесе күннің шығуын өз көзімен көрген абзал. Біз ол жағдайда күннің судың ішінен немесе теңізден батып жатқанын немесе шығып келе жатқанын көргендей боламыз. Ал шын мәнінде бұл жердің домалақтығына байланысты жердің астынан көтеріліп келе жатқан сияқты көзімізге осындай елес ретінде көрінеді. Бұл да бір жердің дөңгелек домалақ екендігіне дәлел болады. Осы мына самолет ұшады мысалға Алматыға. Мен өзім Алматыға да ұштым, Астанаға да ұштым. Сонда самолет кешке қарата ұшты бір рет. Бүйтіп тұрады да автопилот қойып қояды, осы Алматыдан бір түсті. Яғни кетіп жатқанда тіпті бақа ұшты ма, анау көп ауылдардың светтері көрініп тұрды, жаңағы малшылардың үйлерінің, бір-екі үйлердің светтері көрініп тұрды, бүйтіп қарағанда жаңағы жарықтар көрініп тұрды. Бір. Егер ол жер дөңгелек болатын болса, самолет қайта-қайта бүйтіп жатыр керек. Төмен қарата. Дөңгелек қой енді. Сосын бұл кісінің айтқысы келгені жер тегіс, сол себепті ұшақ тік ұшады деп отыр. Ал егер жер домалақ болса, ұшақ әр белгілі бір мерзімді, белгілі бір аралықты бағындырғаннан кейін үнемі штурвалын төмен бұрып отыру керек. Егер төмен бұрмаса, мысал ретінде айтар болсақ, мына дөңгелек болса, ұшақ ұшып келе жатып, басын штурвалын бұрып отыру керек, себебі жер домалақ қой дейді. Ал егер штурвалды бұрмаса, ол ғарышқа ұшып кетуі мүмкін деген сияқты осындай өзінің пікірін айтып жатыр. Мына суреттерге назар аударыңыздар. Бұл жерде осыған сәйкес пікірде жүретін адамдардың көбісінің айтатын сөздері. Егер жер расымен домалақ болса, неге ұшақтар тік ұшады? Олар әрбір 10 километрден соң штурвалды төменге бұрып отыру керек. Әйтпесе ғарышқа шығып кетпей ме деп айтады. Алдымен жердің диаметрі туралы хабар берейік. Заманауи зерттеулерге сәйкес жердің диаметрі 12742 километр, ал экватордың ұзындығы 40075 километр. Жердің домалақтығын қарапайым геометриялық есептеулер арқылы 11 ғасырда мұсылман ғалымы Әл-Бируни анықтады. Ал әлемдегі ең үлкен жүк ұшағы Ан-225-тің ұзындығы 84 метр, ал ұшақ қанаттарының құлашы 88 метр. Сондағы 84 метрді километрге шаққанда 0,1084 километр болады. Пайыздық көрсеткішін салыстырып көріңіз. 0,1084 километр, оны бөлеміз 12742 километрге. Сол кезде 0,1007 пайыз болады. Яғни 0,0007 пайыз. Яғни ең үлкен ұшақпенен жердің диаметрін салыстырғандағы, көлемін салыстырғандағы айырмашылық осындай болады. Яғни сіздерге түсінікті болу үшін айтайын, мынау жердің бетіндегі ұсақ дене, мынау дөңгелектің бетіндегі көзге көрінбейтін микро ағза секілді. Демек, әр 10 километрден соң ұшақ штурвалын төменге бұру үшін ұшақтың ұзындығы 1274 километр болуы керек. Алматы мен Астана арасы 1229 километр. Яғни жаңағы кісінің айтып отырған теориясына сәйкес, самолет, яғни ұшақ белгілі бір ара қашықты бағындырғаннан кейін штурвалды төмен бұрып, тұмсығын төмен қарай бұрып отыру үшін оның көлемі, яғни ұзындығы Алматы мен Астананың арасындай үлкен ұшақ болуы тиіс. Сол себепті бұл салыстырма өте қисынсыз. Енді мына суретке қараңыздар. Нұсқағышты көріп тұрсыз ба? Нұсқағыш көрсетіп тұрған нүктені көзіңіз көре ме? Әрине көрмейді. Ол біздің ұшағымыз. Сол себепті бұл жерде ұшақ жердің бетінде ұшқандықтан ол штурвалды үнемі бұрып отыруы немесе тегіс ұшуы бұл ешқандай көзбен сезілетін жағдай емес. Қорытынды. Жердің диаметрінің үлесімен ұшақты салыстырғандағы айырмашылығы 0,1007 пайызбен ұшақтың ұшуы тегіс болып сезіледі. Қарапайым адам мұны көзбен бақылай алмайды. Ал ұшақтар жер бетінен бар жоғы 9-12 километр биіктіктегі аралықта ұшады. Ұшақтың терезесінен жердің пішіні жазық болып көрінері сөзсіз. Нәміл сүресі 88 аят. Тауларды көріп тапжылмай тұр деп ойлайсың. Негізінде ол бұлт тәрізді жүреді. Бұл әр нәрсені берік жасаған Алланың шеберлігі. Күдіксіз ол жасаған нәрселеріңді толық біледі. Мына нұсқағыштағы жерде қазық болып қағылған тау бар деп елестетіңіздер.
ол жердегі адамның көзіне тапжылмай тұрғандай көрінеді. Алайда ғарыштағы адамның көзіне жердің айналу жылдамдығына сәйкес сағатына 1670 км жылдамдықпен қозғалады. Яғни, егер осыған қарап, осы аятқа қарап топшылайтын болсақ, Алла тағала нені меңзеп тұр? Сол себепті жаңағы салыстырма бұл өте қисынсыз. Ол теориямен не істейтін болсаң, самолет тіпті ұшып не қалады онда? Көтерілу керек, жер өзі айналып отыр ғой. Қайтып келу керек, түсе қою керек, болды. Түсіндіңіз ба? Ұшып, азаптанып, сәл әрпе жағып керек емес онда. Сондай бұл жерде айтқысы келгені, жер үнемі айналып жатыр өз-өзінің бойыменен. Егер домалақ болса деп жатыр да. Ұшақ А нүктесінен Б нүктесіне бару үшін солярка жағып әуре болып не істейді дейді. Аспанға ұшып көтерілсін, жер өзі айналады, одан кейін жерге қона салады дейді. Яғни аспанға көтерілді, А нүктесі өзі айналып, Б нүктесіне келген кезде жерге қона салады деп айтып жатыр. Бұл сөзде өте қисынсыз. Мысалы, бүкіл әлемдік тартылыс заңына сәйкес, бүкіл денелер жердің бетіне тартылады. Мұны Ньютон ашқан, Исаак Ньютонның заңы. Соған сәйкес, атмосфера менен жердің бетіндегі бүкіл денелер жердің бетіне тартылуына байланысты, жердің өз-өзімен айналуына байланысты, олар да онымен бірге айналады. Тіпті егер ол аспанда болған жағдайдың өзінде де. Бұл кісінің айтып жатқан сөзі тек қана бір ғана жағдайда орынды. Егер ол атмосфера қабатынан сыртқа шығып, ғарыштық кеңіске, яғни гравитациялық аумақ әсер етпейтін жердің тартылыс күшінен алыстаған ғарыштық кеңіске шыққан кезде, жер өз-өзімен айналған кезде, ол қонған кезде басқа нүктеден келіп түсуі мүмкін. Бұл ықтимал. Ғарыш кемелері дәл сондай жасайды. Мысалы, Байқоңырдан ұшқан ғарыш кемесі, ол қайтадан Байқоңырға келіп түсуі мүмкін емес. Ол есептеулі, математикалық есептеулер бойынша әр жерге барып түсуі мүмкін. Мысалы, теңізге, мұхитқа барып қонуы мүмкін. Себебі ол жердің гравитациялық аумағынан сыртқа шығып, ғарыштық кеңіске, одан кейін жердің айналуына байланысты қай жерге келіп түсері бұл белгісіз. Танып, сәл әрпе жағып керек емес онда. Сондай көп нелер бар, теориялар. Енді менің айтқаным, сендер өздерің енді не істерсіңдер? Осы маған бір таныс кісі айтқан, жайын қарап жүрмейсің, айды аспаннан бір шығарасың деп жүресің. Солай. Жалпы енді осындай жерді тегіс деп айтатын бауырларымыз көбісі айтады. Сол осыған сәйкес гелиоцентрлік жүйе бойынша ай мен күннің тұтылуы қалай орын алады? Егер жерді тегіс деп атайтын адамды кездестірсеңіздер, оларға осы сұрақты қойыңыздар. Яғни ай мен күннің тұтылуы қалай орын алады? Ай жердің көлеңкесінің конусына дәлме-дәл келгенде айдың тұтылуы орын алады. Керісінше, жер айдың көлеңкесінің конусында қалса, күн тұтылады. Жоғарыдағы суретте үлгісі көрсетілген. Ал геоцентрлік жүйе бойынша айдың тұтылуы қалай орын алады? Жазық жерді аламыз да шар тәрізді жердің орнына қоямыз. Оның көлеңкесі айдың бетіне көлденең түсуі керек. Жердегі бақылаушының көзіне айдың тұтылуы шамамен осылай көрінуі керек дейді. Яғни бұл сарказммен жасалынған сурет. Шын мәнінде егер жер тегіс болса, домалақ айдың дискісін тегіс жер қалай жабуы мүмкін? Бұл өте қисынсыз. Сол себепті бұл сарказммен жасалынған. Ал егер құрметті жазық жер жақтаушылары айдың тұтылуын түсіндіру үшін жерді жоғарыдағы суреттегідей төңкеруші болмаңыздар. Бетіндегі сулары төменге ағып кетеді. Бұл да сарказм. Осы жерді тегіс деп атайтын адамдардың көбісінің айтатын сөздері осындай. Егер жер домалақ болса, оның сулары неге төменге ағып кетпейді? Жанындағы адамдар неге жерге қарай құлап кетпейді деген сияқты пікірді айтады. Бұл да жаңылды айтып өткен бүкіл әлемдік тартылыс заңына сәйкес, Ньютонның заңына сәйкес, жердің өзінің денесіндегі бүкіл денелерді өзіне қарай тартып тұрады. Бұл біріншіден. Екіншіден, жердің бетіндегі ауа молекулалары өте қысымы жоғары болады. Мысалы, сол себепті біз ауаны тыныс алған кезде ешқандай қиындық туындамайды біз үшін. Мысалы, альпинистер жақсы біледі, гипоксия деген нәрсе бар.
мысалы Гималай тауына шығып бара жатқан кезде 5000 метрден жоғары көтерілген сайын ауа молекулаларының орналасуы бір-бірінен алшақтай бастайды. Сол кезде адамның тыныс алу қиындайды. Сәйкесінше олар 5000 метрден жоғары көтерілген сайын 8000 метрлік биікке шыққан кезде, мысалы Эверест шыңына шыққан кезде, ол жерде оттегі баллонымен тыныс алуға тура келеді. Сәйкесінше жерге жақындаған сайын ауа молекулаларының орналасуы бір-біріне өте тығыз болады. Сол себепті бұл да өзіндік бір әсерін береді. Келесі жерді тегіс деп атайтын бауырларымыздың аргументтерінің бірі: егер жер домалақ болса, неге Біріккен ұлттары ұйымының картасы жазық? Неге олар құрлықтарды бір картаға сыйғызып бейнеледі? Қолыңызға алманы алыңыз да оның бетіне құрлықтарды бейнелеңіз. Алманың пішініне дауласпайтын шығармыз, ол жер тәрізді ғой дейді. Сосын құрлықтардың бірінде қалдырмай ақ қағазға бейнелеңіз дейді. Мысалы, эксперимент ретінде алманы алыңыз да оның пішіні жер секілді, оған дауласпаймыз ғой. Алманың бетіне жаңағы мысалы домалақ жердің бетіндегі бүкіл құрлықтардың картасын бетіне сызыңыз. Енді осы үшті нұсқадағы алма, оны екіді нұсқадағы ақпараттың бетіне түсіру керек. Оны жүзеге асыру үшін тек қана оны жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының картасы секілді осындай жайып бір параққа сыйғызуға тура келеді. Бұдан басқа, яғни 3D модельді 2D параққа көшірудің бұдан басқа ешқандай жолы жоқ. Дәл Біріккен ұлттар ұйымы картасының үлгісін алатыныңызға сенімдіміз. Өйткені 3D нұсқадан бөлек шардың толық бетін бейнелеудің басқа тәсілі жоқ. Дұрыс. Енді сосын өзіңізді суретке түсіріңіз, оны принтерден басып шығарыңыз, тігінен және жанынан қараңыз. Сіздің бейнеңіз тегіс параққа көшірілді. Астындағы суреттерге мән беріңіздер. Тігінен қараған кезде, жанынан қараған кезде. Демек, осы суретке қарап топшылайтын болсақ, бұл сіздің де тегіс екеніңізді білдіреді ме? Әрине жоқ. Бұған да дауласпаймыз. Сол себепті жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының картасын негізге ала отырып, жерді тегіс деп айту өте қисынсыз аргумент деп айтар едім. Бұған қоса тағы да бір дәлел ретінде келтіріп кетейін. Мұны 3D саласында жұмыс жасайтын мамандар өте жақсы біледі. Мысалы, мына суретке назар аударатын болсаңыздар, сол жақ бөлігінде адамның басының 3D моделі. Енді осы адамның 3D басының моделіне текстуринг, яғни сурет салу үшін, оны дәл осы күйінде сурет салу мүмкін емес. Сол себепті 3D мамандар оны UV layout сияқты немесе Rhythm UV сияқты программалар арқылы жан-жағынан қырқып 2D форматқа ауыстырады. Яғни 2D форматы оң жақ бөлігіндегі суретте көрсетіліп тұр. Яғни қараңыз, сол жақ бөлігіндегі адамның басын, яғни домалақ, жердің үлгісіне ұқсас адамның басын 2D форматқа ауыстырды. Оң жақтағы суретке назар аударыңыздар. Және де осы 2D форматтағы суретке барып текстуринг жасайды, одан кейін барып қайтадан 3D модельге, яғни адамның басына жаңағы текстурингті отырғызады. Сәйкесінше осы аргументтің өзі де жаңағыдай Біріккен ұлттар ұйымының картасына негізге ала отырып жерді тегіс деп айту қисынсыз екеніне дәлел болады. 3D'ден хабары бар адамдар оны өте жақсы түсінеді. Жаңелде айтып өттік, айдың тұтылуы, күн мен түннің қалай ауысады, айдың ауысу фазасы қалай орын алады, полярлық күн мен түн қалай болады, жыл мезгілдері қалай ауысады, жыл санау және 12 айлық мерзім тегіс жер үлгісіне сәйкес қалай жүзеге асады? Осы сұраққа ешқандай да бір тегіс жер теориясының жақтаушылары жауап бере алмайды. Өйткені осы уақытқа дейін бұл сұрақты барлығына қойғанмын, ешқайсысы жүйелі жауап бере алған емес. Мысалы, мынау тегіс жердің үлгісіне қарайтын болсаңыздар, мына бір видеоға қараңыздар. Ай менен күн бір-біріне қарама-қарсы бағытта бір шеңбердің бойыменен үздіксіз бір-біріне қарама-қарсы бағытта айнала береді. Сәйкесінше олар бір-бірімен ешқашан тұтыла алмайды. Яғни айдың тұтылуы
күннің тұтылуы қалай жүзеге асатыны маған түсініксіз. Сол себепті бұл жерде бұл сұрақтардың жауабы жоқ, және де полярлық күн, жыл мезгілдері, күннің ауысуы бұл қалай орын алатыны өте түсініксіз. Мысалы, айдың жерді айналуы, мына бір видеоға қарайтын болсаңыздар, көріп отқандарыңыздай, ай жерді айналып отыр, ал жер күнді айналып отыр. Яғни, жер күнді бір рет айналып шығу шеңбер бойымен бұл бір жыл, яғни 365 күнде бір рет айналып үлгереді. Сол себепті жыл мезгілдері ауысып отырады осы шеңберге сәйкес. Ал жер күнді толық бір рет айналып шығамын дегенше шеңбер бойымен, ай жерді 12 рет айналып үлгереді. Сәйкесінше 12 айлық мерзім қалыптасады. Мұны жердегі бақылаушының көзіменен бақылау өте оңай. Бұл үшін ешқандай құрылғы немесе технология қажет емес. Осы үлгіге сәйкес Алла Тағала қасиетті Құранда Тәубе сүресінің 36 аятында былай деп айтады. Бүкіл әлем, жалпы ғалам жаратылғалы бері Алланың кітабындағы айлардың саны 12 деп атайды. Яғни, жаңелде айтып өткен Нәміл сүресінің 88 аяты және де Тәубе сүресінің 36 аяттары жердің домалақ екендігіне және гелиоцентрлік жүйенің дұрыстығына дәлел болады. Дәл осы шеңберге сәйкес, жерде өз өсінің бойыменен 24 сағат бойы өз өсінің бойыменен айналып отырады. Сәйкесінше осылай күн мен түн ауысады. Мысалы, айдың тұтылуы немесе айдың ауысу фазаларын үйдегі жағдайда қарапайым эксперимент арқылы тексеріп көруге болады. Мысалы, мына бір видеоға қараңыздар. Мысалы, қолыңызға екі сфераны аласыз, және де жарықшам керек болады сізге. Және де көріп отқандарыңызда жарықшам бұл күн. Адамның қолындағы сфера бұл ай, ал адамның басы бұл жер болып отыр. Яғни сырттағы бақылаушының көзімен қараған кезде, мінекей, ай менен күннің тұтылуы осылай орын алады. Міне мынау бақылаушының көзімен қараған кезде күннің тұтылуы. Міне жаңа ай туындады. Жаңа ай туылды. Мінекей оның толысу процесі, яғни айдың ауысу фазасы жүзеге асып жатыр. Сфераны әрі қарай айналдыра береміз. Міне жарты айға жетті. Осыменен айналған кезде адамның басы менен күн менен ай, яғни адамның басы, яғни ай адамның басының көлеңкесінде қалған кезде ай тұтылады. Ал сфера жарықшам менен адамның басының ортасында қалған кезде күн тұтылады деген сөз. Дәл осы эксперимент арқылы айдың ауысу фазаларын қарапайым үйдегі жағдайда эксперимент жасауға болады. Мінекей көріп отқандарыңыздай, дәл осы видеодағыдай айдың бетіне жердің көлеңкесі ақырындап дөңгелек күйінде толық дискісін жауып қалады. Яғни жер тегіс болса, бұл көлеңкесі айдың бетіндегі көлеңкесінен ақ аңғаруға болар еді. Тегіс күйінде түседі. Ал біздің жағдайымызда олай емес, дөңгелек. Қарапайым осындай эксперименттер арқылы жердегі бақылаушының көзіменен де бұл сұрақтың, яғни жердің пішінінің қандай екеніне көз жеткізуге болады. Және де өте маңызды полярлық құбылысы, яғни полярлық күн және полярлық түн құбылысы тегіс жер теориясына сәйкес қалай жүзеге асатыны түсініксіз. Мысалы, оңтүстік полюсте және солтүстік полюстерде 6 ай қараңғы, 6 ай жарық болатын кезеңдер болады. Мысалы, алысқа бармай қояйық, Ресейдің өзінде Мурманск дейтін қаласы бар. Сол жерде 40 күн түн, 40 күн
қараңғы болады, яғни жарық қараңғы болады. Бұл да жердің жаңағыдай өзінің өсімен айналуына және 65 градустық қисайып шеңбер бойымен айналуына байланысты. Мысалы, мына бір видеоға қарайтын болсаңыздар, Норвегияда түсірілген полярлық күн, яғни күн көкжиекке батпайды. 24 сағат бойы жарық болып тұрады. 6 ай мерзімі бойынша. Мінекей көріп отқандарыңыздай, күн көкжиекке батып жатқан жоқ. Полярлық күн және полярлық түн құбылысын қарапайым эксперимент арқылы түсінуге де болады. Мысалы, мынау жерде болатын болсақ, мынау жоғарғы бөлігі солтүстік полюс, астыңғы бөлігі оңтүстік полюс. Және жер өз өсінің бойыменен 65 градусқа қисайған күйі алдымен өз өсінің бойымен айналады, одан кейін күнді шеңбер бойымен айналып шығады, эллипстік шеңбер бойымен. Сәйкесінше, яғни менің басым бұл күн болған жағдайда 65 градусқа бұрылса, алғашқы 6 ай, яғни менің оң жақ бөлігімде болған кезде 6 ай бойы осы астыңғы бөлігіне жарық түседі. Одан кейін барып айналып, менің сол жақ бөлігіме келген кезде солтүстік полюске 6 ай бойы күн түседі. Яғни полярлық күн мен түн құбылысы осылай түсіндіріледі. Сонымен қорытындылайтын болсақ, бүгінгі таңда ғылым мен технология дамыған заманда әрбір адамның қолында гаджеті болып тұрып, мынау ғаламтордан кез келген ақпаратты тексеру мүмкіндігі бола тұра әлі күнге дейін жерді тегіс деп айтатын адамдардың жағдайы өте ұят. Себебі осындай мүмкіндіктер, осындай нығметтердің арасында жүріп, оны тегіс деп айту дәнге толы қорада аштан өлген тауықтың жағдайына ұқсайды. Ал ақыл иелері, әуелгі ізгі мұсылман ғалымдары 11 ғасырда ешқандай технология, ғылым дамымаған кезде қарапайым математикалық есептеулер арқылы жердің доңғалақ екендігін дәлелдеген. Мысалы, Аль-Бируни 11 ғасырда жүріп, тригонометрияның көмегіменен жердің доңғалақ екендігін дәлелдеп кеткен. Сол себепті бүгінгі таңда мұндай көзқараста жүру өте ұят, әрі өз көзқарасын дәлелдеу бұл қисынсыз деп айтар едім.